Қазақстанда балалар сабақты жазда да оқитын болды. Қызық па? Қазір айтып беремін. Армысың қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар, бізде бар болғаны 1 минут, кеттік. Былтырғыдай жазғы мектеп жұмыс жасайтын болады. Жазғы демалысқа шығып күні-түні Free Fire, Dota, CS ойнаймын деген жоспарларыңды кейінге ысырып қою керек болып тұр ғой. Білім және ғылым министрлігі мектепке дейінгі және орта білім комитеті төрайымы Гүлмира Кәрімова бұл қажет шара дейді. Пандемия кезінде оқу үлгерімі нашарлаған оқушыларға арналған екен. Жазғы мектепке 1 мен 8 және 10 сынып оқушылары ғана барады. 26 мамырдан 17 маусымға дейін 9 бен 11-де емтихандар. Балалар біздің болашағымыз. Білім және ғылым министрлігіне бұл шешім үшін лайк. Лайк демекші, министрлік TikTokта өз аккаунтын ашыпты. Қазіргі трендтерден қалыспайық деп. Оқушылар комментарийлерде қандай видеолар түсіруге болады